Следующий поединок нашего бойцовского вечера состоится в полулегком дивизионе. И прямо сейчас добро пожаловать в синий угол клетки спортсмен, который представляет Таджикистан по прозвищу Феномен. Поприветствуйте, Нурило Мурадов! Следующий поединок пройдет в полулегкой весовой категории. Первым в октагон направляется дебютант сегодняшнего ивента и в целом дебютант профи ММА Нурило Мурадов. Вот он прямо сейчас на экранах. Его дебютант ждали многие. Также он заявил громко о себе на конференции, на бойцовской конференции. Ну и только лишь вопрос времени был, когда же Нурило войдет в клетку лиги «Октагон». И этот момент настал на турнире «Октагон 82». В протяжении всех турниров, практически с участием файтеров из Таджикистана, фанаты очень горячо поддерживают своих бойцов, и это, конечно же, не может не радовать. Вот прямо сейчас вы видите также болельщиков Нурило Мурадова. Ну и, конечно же, и файтеры, как Фазлиддин Мадракимов против Карим, Радик Хасанов против Камиль Карате, задрали очень высокую планку. Не знаем, сможет ли дойти до этого уровня, а может даже и превысить уровень вовлечения болельщиков из Таджикистана в поединке с участием Нурило Мурадова в первом дебютном поединке. Так, Нурило Мурадов вошел в клетку лиги «Октагон», а мы ждем его оппонента Жана Ертлека. Приветствуйте его соперник из Казахстана. Красный угол клетки. Добро пожаловать на арену. Биржан Яртин. И следующим в клетку лиги «Октагон» направляется файтер из Казахстана, уроженец города Семей, Жан Ертлек. Вот он прямо сейчас на ваших экранах. Ему 22 года, рост этого бойца 178 сантиметров. 2 поединка в ММА провел Жан Ертлек, имеет 1 победу и 1 поражение. Является мастером спорта по боксациону, мастером спорта по ММА. Жан Ертлек.
Дебютный поединок провел в лиге Octagon Selection. Ну и теперь досталась ему возможность проявить свои самые лучшие качества уже в основной лиге Octagon. Уважаемые дамы и господа, перед тем, как мы познакомимся с соперниками, дайте шума! Синий угол клетки. Боец из Таджикистана. Его базовый стиль ММА. Возраст бойца 18 лет, рост его 181 сантиметров. Вес зафиксирован на отметке 65,8 килограмма. У него сегодня профессиональный дебют. По прозвищу «Феномен». Поприветствуйте Нурилла Мурада! А вот его соперник, красный угол клетки, боец из Казахстана. Его базовый стиль ММА. Возраст бойца 22 года, рост его 178 сантиметров, а вес зафиксирован также на отметке 65,8 килограмма. В его профессиональном рекорде числится 1 победа при 1 поражении. Алматы, встречай, Пиршан Ярчиде! Ваш рефери в клетке Павел Кан. Бойцы на середину. Красный угол. Внимание, бойцы, у вас 3 раунда по 5 минут. Внимательно слушаем моим команду. Руки пожали по углам. Нурилла Мурадов, Тәжікстан, Біржан Ертілек, Қазақстан бізде бүгін жартылай жеңіл салмақ. Павел Кан мырза рұқсатын берді, біз бастаймыз. Екеуі де бойшаң жігіт негізінде. Бұл салмақ үшін дене бітімдері әптеурақ келіп тұр. Кәсіпқой ММА-де 2-1 жекпе-жек өткізіп үлгерген. Выбивает передним лоу-киком. Проблемы с лоу-киками, по всей видимости, у Нурилла. Иә, сол аяқты артқа тікті ғой апа. Мурадова. Бір ойлағаны бар сияқты, Ертілектің лоу-киктерге қарағанда. Арды салуға тырысады, әрине, иә. Бұны түсінген Мурадов та ығыстыра бастады қарсыласын. Кеңістік бермеу керек. Мурадов қарсыласына күреседі деп күтеміз енді тұрысына қарағанда. Пытается сократить дистанцию. Попытка прохода в корпус. После чего тейкдауна встречает жестко. Коленом справа. Держал Нертлик. И нашел, я так понимаю, свою дистанцию. Держан на ногах. Күреске жасырып барып тұр, алдап барып кіру керек. Алдамшы әдістер арқылы, өтпелі бір әдістер арқылы. Бұлай бас салу енді оңай болмайды. Торға тіпті жақындағысы келмейді. Тамаша, жеңіл дер кезінде салды. Ең бастысы торға жақындамау ғой, торға тірелмеу, иә? Ертілейші. Вот эти удары ногами лоу-кики абсолютно никак не блокируют, к сожалению. Мурадов. Туда просто пропустил. Супермен Панди был с дистанции. Слишком, видимости, ожидал именно лоу-кика. Я лоу-кикті әбден бойырет оғы. Тамаша, қазір Ертілектің өзі мүмкіншілік берді қарсыласына қараңыздар. Да, рискнул, с разножки передней ногой пытался пробить хай-кик. Заигрался, скажем так. В этой позиции уже был. Хотя Ертилек без особых проблем смог разрывать дистанцию.
әзірше тек қана торға тіреп тұр. Ары қарай не ойлаған бар екен Нұриланың айту ойын. Тіпті аяқта ілуге де талпынып жатқан. Странная, конечно же, для меня картина от Нурило Мурадова. Вряд ли его весь геймплан строится вокруг борьбы, скажем так. Ну, раз за разом пытается он перевести своего оппонента. Мне төмендей бастады енді қараңыздар. Бір аяққа көшті. Вытягивает. Правую ногу, он пытается оформить посадку. Вперед в партер. Екінші аяқтан ілуге тырысады қазір. Держит баланс на одной ноге. Бір аяқта тұр әзірше. Есть перевод, теперь же контроль. Және осыған енді ертеліктің өзі кінәлі. Негізінен тәттәуір қашықтық ұстап жүрген кезде қарсыласына атылып жақындап несі бар. Киками здесь снизу. Успешен. Ертелік. Бір соққын салып жіберді. Қазір сайт контрол тіпті қараңыздар. Не шығып алды қарсыласын? И в баунде оказывается. Пошло добивание. Күреске басымдық бар сияқты. Ертеліктің енді күрестегі осал тұстары бірден байқалып отыр. Покажу сигнал для остановки. Явных. Нет, а вот сейчас опасно. РНС. Нет, здесь нет воздействия на шею. Бір сәтке жақсылап алған еді. Қазір позицияны жақсартады. Содан кейін бар тағы да мойынға салады қолды. Әзірше қорытындыру әдісі туралы айту ерте. Поторопился здесь, кажется, Мурадов. Міне енді қазір біртіндеп позиция алу керек. Әлі де қарсыласы ертілеге аяқты жерге тіреп тұр, сондықтан әдіс жасау қиын болады бұл жерде. Уақытта тапшы енді бір жағынан. 30 секунд остается до окончания. Вот. Жоқ, ектен алды, мойынға жатқан жоқ қол. Сондықтан бір толыққанды қылқындыру әдісі туралы айту ерте. Возможно, стоит сменить захват. Ауыстырудан бөлек ертеліктің аяқтарына назар аударыңыздар. Міне аяғын жерге тіреп тұрып алған, қарсыласына тіреліп бар салмағымен басып отыр, сондықтан қиын бұл жерде. Әдіс жасау жалпы қысым көрсету, раунд аяқталды. Но этот эпизод в любом случае сейчас повлияет на исход первого раунда. На мой взгляд, Нурило этим действием, возможно, и украл раунд. Даже несмотря на пропущенные удары в стойке. Бірақ тек қана күрес болды. Айтарлықтай қауіп болған жоқ, Но была попытка РНС в этот момент тоже не забывает. Он был близок к тому, чтобы, понятное дело, не совсем, наверное, удачный был захват, но так или иначе попытка была. А вот теперь уже после первого раунда все файтеры должны принять правильное решение, держать дистанцию, либо сокращать ее. Бірінші раундтан асқан алғашқы жекпе-жек бізде айтпақшы. Бұған дейін үшеуі бірінші раундта аяқталған еді, естеріңізде болса. Second out, уважаемые секунданты, покиньте клетку. Внимание! Второй раунд! Екінші раунд. Күресте басымдық бар екен білек. Мурадов, сондықтан күреске басады әрине, ал ертілік барынша жекпе-жекті аяққа тұрып өткізуге тырысады енді. Күреске барынша жолмауға тырысады, ұпайға істеуге тырысады. Ең алдымен көрейік. Сол баяғы лоу-киктер. Бірінші раундтағы геймпланына оралды. Включает здесь. Сразу же бросается в ноги для прохода. Аяққа тұрып көді. Ертілек, Біржан. Ой-ой-ой.
Қазір күресу қателік болуы мүмкін бұл жерде. Здесь главное правильно распределить силы, иначе Иә. можно все оставить во втором раунде. Ой-ой-ой. Тіпті бір флеш-нокдаун болған сияқты, иә? Неждану. Біржан. Это факт. Күресте байланудың не қажеті Наши бар? операторы не были, кажется, к этому готовы. Не самый удачный ракурс был для проведения этого удара. Ой-ой-ой, қалай кетті, а? Четкий левый хук. Жекпе-жекті жалғастыруға болады. Есін жиып үлгерді ме? Муродов. Хайкик. Қашықтықтан жүріп әрине қазір атқылайды. Муродовтың күреске ұмтылған сәтін күтеді. Бэкфист. Бэкфист. Здесь уже ожидает, кажется, ударов. С ног. Тамаша, тағы да Кило. кик. Осылай жүре берсе де болады ғой, иә? Қатты Да, с бір дистанции. Носить удары ногами. Тамаша, міне тағы. Қатты бір қарсыласқа атылудың қажеті жоқ. Бірінші раундта өзі қателесті, ертілік. Енді ол қателікке бой алдырмауға тырысатыны анық, әрине. Пытается сократить дистанцию. Тамаша. Бірақ бұндай соққылармен сақ болу керек. Әрі бұл қызық болды ғой, иә? Она, Міне, оказалось эффективной. иә. Бір секундтан Попытка тоқтап тейкдаун. қалып, енді кейде ертіліктің И шешім сразу же в қабылдауы түсіну маунте. қиын. Оказывается, Рило Мурадов попытался сделать выйти на рычаг. Тордың арқасында қазір ертілік бір айналып қарсыласын бір өңгеріп үлгерді. Ал көрейік. Мына жерден енді жатып алуға болады. Ұпай түгендік. Ертілік қазір сауатты қолданса бұл жерден раундты алып кетеді деген сөз. Муродов шаршағандай болып көрінеді, шыны керек. Екінші раундта айтарлықтай бір тың көрінбейді. Байқасаңыздар. Иә, ең дұрыс шешім осы шығар, аяққа тұру. Аша. Күрестен аулақ болу керек, ал Муродов үшін осы керек міне. Қарсыласты өз уысына алу, тейкдаун және бұның бәрін партерде жалғастыру. Біржан. Защита от борьбы отсутствует напрочь. Иә, оп-оңай позицияларды беріп қойып жатыр, байқасаңыздар. Міне тағы да. Тіпті бір кезбейді десек артық айтпаспыз, иә, бұндай сәттерде. Міне тағы да маунт, енді бұл жерде Муродовтың күші жетеді ме? Бұл жігіттің де қатты шаршағанын көрдік. Иә, тағы да сол жағдай қайталанып отыр, қараңыз. Екінші рет осымен жай ғана тордан итерлесе алады. Бұл да көрдіңіздер ме, Нурилоның қатты шаршағанын көрсетеді негізінен. Егер бұндай позицияда қарсыласты жай ғана басып қалып ұстай алмай жатса, шынымен де көп күш кетті деген сөз, болдық қалды деген сөз. Ол раунд сөзсіз менің ойымша ертіліктің еншісіне кетті. Алғашқы раундты күмәндансақ, бұл раундта күмән болмау керек. Последние секунды второго раунда. Раунд аяқталды. Второй раунд завершен этого напряженного противостояния. Немного передохнут бойцы, и мы начнем третий заключительный раунд. Seconds out, уважаемые секунданты, покиньте октагон.
Ну а нас с вами ждет третий заключительный раунд. Дайте шуму спортсменам! Третий раунд стартует. Возможно, он будет решающим. Возможно, кто-то из файтеров уже ведет. 2 раунда к ряду. Так или иначе, нельзя откладывать что-то судейского решения. И пошел вперед здесь. Нурило Мурадов пытается провести тейкдаун. Екі аяқты қосты және шынымен де тіпті міне қабақ жарып кеткен, қараңыздар. Бұл жағдайды біраз қиындатады. Серьезная травма. Кажется, в начале ударов не было. Столкновение головой было, не совсем понял. Мойындалып жатыр, қараңыздар. Здесь. Тез тұр бұны. Ертілек. Бұл жолы маунтқа жіберген жоқ. Аяққа тұрудың қамын ойлау керек. Ал Мурадов әрине қазір алдағы 5 минут тоқтамай істейді. Өйткені Маунте. Және маунтқа оп-оңай шығып кетіп жатқанын таң қалдырады, шыны керек. Рефери белсенді болыңдар деп ескертіп те отыр бұл жерде. Қателесу мүмкін бұл жерде. Повернулся спиной и Позицияны ала алмады. Толықтай екінші аяқ салу керек ішке. очередная возможность для душающего со спины. Тут ниже необходимо сесть. Вот сейчас, возможно, получится. Закрывает замок на туловище. Тем временем рассечение становится все еще хуже и хуже. Толықтай салған жоқ. Қолды дер кезінде алып үлгерді. Қылқындыру әзірше жасап жатқан жоқ. Ал мына жарылған қабақ енді біраз кедергі келтіріп отыр Біржан Ертілекке. Бірінші раундта шамамен осындай жағдай болды бізде, иә. Тәптәуір бэкмаунт алған жерден Мурадов соңына дейін жеткізе алмады шабуылдарын. Тағы да қылқындырып көрмек, бірақ айтарлықтай қауіп жоқ бұл жерде әзірше. Давайте будем честными, Нурилу, наверное, уже сил не осталось в третьем раунде для того, чтобы завершить удушающий прием. Ну и по большому счету нужно показывать, демонстрировать минимальную активность для рефери. Позиция выгодная, бэкмаунт полноценный, замок на туловище есть. Что еще нужно для того, чтобы, возможно, улучшить свой статус победителя в этом поединке? А с другой стороны, первый раунд близко получился, поэтому все еще непонятно. Бірінші раунд қалай есептелді? Ең маңызды сол сияқты бұл жерде. Мен ертілекке кеткендей деп ойлаймын. Мурадов күрескенмен қатты бір қауіп төндіре алмады. Сондықтан төрешілер ертілектің жағына бағалауы мүмкін болған. Және алдағы 2 минут қалай өрбейді соғанда байланысты бар. Болмады. Үшбұрыш арқылы ұстап тұр позицияны. Жақсы алған Мурадов. Айырылған жоқ бэкмаунт. Бірақ енді қауіп жоқ, ең басы көріңіз әне. Позицияны ұстау бір бөлек, ары қарай қысым көрсете алмай жатыр әзірше. Тек қана мойынды алудан басқа әзірше ештеңе бітірген жоқ. Тым болмағанда соққы жаудыру керек. Төрешілерді өз жағына қарату керек қой. Нурило Мурадов. Рефериді қазір ескерту беріп отыр. Аяққа тұрып жүрсе таң қалмаймыз, шыны керек. Да, активности мало в одной и той же позиции на протяжении 2 минут. Находится Нурило Мурадов. Но и есть попытки, конечно же, провести удушающий прием. Не пассивен, так или иначе. С другой стороны, что еще нужно сделать Мурадову для того, чтобы в этой позиции он оставался? Это по большому счету Біржан Ертілек должен вырваться из этого захвата. Енді болмағанда бұлай соққы жаудырайын деген екен. Тоқындыру әдісі айтарлықтай бір қауіп төндіріп тұрған жоқ бұл жерде. Раунд енді сөзсіз Нурилоның еншісінде кетті. 3-ші раунд сұрақ жоқ. Мурадов, раундтың соңында қара қазір барлығын білдіріп жіберуі мүмкін. Ертілек!
Биржанов. Ну, здесь ни одного четкого попадания нет. Міне енді бірнеше соққыға нәтиже. Ортам. Ой-ой-ой. Поединок завершен. Міне Аплодисменты раундтың соңындағы соққы жаудыру ма Ждем әлде судейского 3 минут бойы решения. бэкмаунт ұстап отыру ма? Қайсы қауіптірек? Қайсысы жоғары бағаланады? Төрешілердің шешімін күтейік. Не могу ничего комментировать по поводу судейского решения последующего, потому что знаю, что прилетит так или иначе, скажут, а вот комментаторы сказали во время трансляции, что выиграл Биржан или выиграл Нурило, поэтому я ничего говорить не буду, но сложно. Первый раунд близкий, третий раунд, ну, как будто бы Нурило, но вот эта концовка смазана получилась, а с другой стороны контроль с бэкмаунта, что оценить лучше, а там осталось несколько секунд. В общем, я ничего говорить не буду. Второй раунд железно забрал Биржан, да? С этим Иә, можно екінші все раунд бойынша сұрақтар жоқ. Енді қабағын жарып жіберді қарсыластың. Иә, ММА-де зақым келтіру деген дүниеде жақсы бағаланады. Головой, я же говорю, там не было попаданий. Демек, бұны есепке алуға болмайды. Иә, бұл бас қақтығысу, яғни шынтақ тізе, қол, аяқ емес. Бұл баспен жасалған. Это боковые судьи знали об этом до вынесения итоговых баллов за третий раунд, что это результат столкновения головой. Вопрос. Вы только сейчас нам показали повтор. Иә. Но они-то уже записки свои отнесли, поэтому давайте дождемся судейского решения. Гадать ничего не будем. Так или иначе, получился очень конкурентный поединок, конкурентный бой выдался у нас. Иә, төрешілердің шешімі бар. Тыңдайық. Уважаемые дамы и господа, этот поединок продлился всю дистанцию. И по итогам трехраундового боя победу единогласным решением судей одержал боец из красного угла. Браузда төрешілердің шешімі Биржан Ертілек. Демек, бізде 29-28 деген есеп тіркеліп отыр шамамен. Бірінші, екінші раунд Биржанның еншісінде кетті деп пайымдап отырмыз. Его сопернику Нурило Мурадов үшін сәтсіз дебют кәсіпқой ММА-де. درد پای، میان، موشک و روماتیسم شما را ناراحت می کند. نایا تاکس شما را از درد موشک، استخوان و میان آزاد می کند. نایا تاکس درد شما را